Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі артикльдер туралы сөйлесетін боламыз. N артиклін қашан қолданамыз, the қай кезде қолданылады, ал қай кезде мүлде ешқандай артикль қолданбаймыз, сол туралы бүгін сөйлесеміз. Артиклі бұрындары one сөзі болған. One сөзі қысқарып, бір әріпке айналған Сондықтан да ол тек жекеше зат есімдермен қолданылады, және тек саналатын зат есімдермен қолданылады. Бұл артикльді қолданамыз, егер белгілі бір зат туралы немесе адам туралы бірінші рет айтып жатқан болсақ. Мысалы, yesterday I saw a dress. Кеше бір көйлек көрдім. Белгісіз, қандай да бір көйлек, және ол көйлек туралы бірінші рет айтып отырмыз. Және тыңдаушы әзірге білмейді, қандай көйлек туралы айтып отқанымызды. Бірақ екінші рет айтатын болсақ, ол көйлек туралы. The dress was very expensive. Ол көйлек өте қымбат болды. Бұл кезде екінші рет айтылып отыр, сондықтан көйлек алдына, dress алдына the қойылады. Тағы бір мысал. Can you give me a pen? Маған қалам бере аласың ба? Онда нақты бір қаламды сұрап тұрған жоқпыз. Әйтеуір қандай да бір қалам. Егер can you give me the pen деп айтатын болсақ, онда дәл сол қалам, кешегі сен көрсеткен қалам, нақты бір қалам туралы сұрасақ. Келесі ереже артиклі қолданылады, егер қандай да бір затқа анықтама беретін болсақ, және адамның мамандығын айтатын болсақ, немен айналысатыны туралы айтатын болсақ. Мысалы, this is a microphone. Анықтама беріп тұрмыз. Адам туралы айтатын болсақ, he is an engineer. Келесі үшінші қолданылуы лепті сөйлемдерде. What сөзінен басталатын. Мысалы, қандай керемет ауа райы. What a wonderful weather. Қандай қымбат телефон. What an expensive phone. Және осы артикльдердің төртінші қолданысы жиілікті айтқан кезде. Мысалы, аптасына 3 рет, 3 times a week. Күніне 5 рет, 5 times a day. Жылына 4 рет, 4 times a week. Артиклі дауыссыз дыбыстан басталатын сөздердің алдында қолданылады, ал N артиклі дауысты дыбыстардан басталатын сөздердің алдында қолданылады. Мұнда ережеге бағынбайтын сөздерге our, honor сияқты сөздер жатады. Жазылғанда дауыссыз дыбыстан басталғанымен, дыбысталғанда дауысты дыбыстан басталып тұр. Сол сияқты U дыбысына да қатысты ереже бар. An umbrella деп айтамыз, бірақ a university. U дыбысы A деп дыбысталатын болса N қолданылады, ал U деп дыбысталса қолданылады. Сонымен тағы бір қайталап шығайық. N артикльдері қолданылады, егер біз белгілі бір зат туралы немесе адам туралы бірінші рет айтып отырсақ, және біздің тыңдаушы адам, біз сөйлесіп отырған адам ол зат туралы бірінші рет естіп отырса. Екінші, қандай да бір заттың атауын айтатын болсақ, анықтама беретін болсақ, және адам туралы айтатын болсақ, мысалы, мамандығын. Үшінші, лепті сөйлемдерде. What сөзінен басталатын лепті сөйлемдерде. Және төртінші, жиілікті айтатын кезде. Енді the артиклі қашан қолданылатынын қарастырайық. Біріншісін жаңа атап кеттік, ол егер біз атаған затты екінші рет айтатын болсақ. Мысалы, жаңа көйлек туралы екінші рет айтатын болсақ. I want to buy that dress. I want to buy the dress. Мен сол көйлекті сатып алғым келеді. Мұнда сөзі one-нан қысқартылған дедік. One сөзінің қысқа нұсқасы. Ал the ол that, these, those, these сілтеу есімдіктерінің қысқартылған нұсқасы. Бұл есімдіктер туралы қысқаша айтайын. This ол жақында тұрған бір зат, біз қолымызда ұстап тұрған немесе жақында тұрған бір зат туралы айтатын болсақ, that алыста тұрған бір зат, those алыста тұрған бірнеше зат, және these жақында тұрған бірнеше затты қолданғанда. Яғни анау, мынау, мыналар, аналар деген есімдіктер. Сонда осы есімдіктерді қай жерге қолданамыз? The артиклінде сонда қолдануға болады. Көп студенттерім шатасады. The артиклін көпше зат есімдермен қолданамыз, ал артиклін жекешемен. Артиклін жекеше зат есімдермен қолданамыз, ол рас. Бірақ the ол көпше зат есімдермен де, жекеше зат есімдермен де қолданыла береді. Екінші, the-ның қолданылуы белгілі бір зат туралы айтқанда. Яғни тыңдаушы бәрі түсініп тұрса, қандай зат туралы әңгіме жүріп жатқандығын. Close the door деп айтатын болсақ, белгілі қай есік екені, мысалы, осы бөлмеде тек бір ғана есік, дәл сол есікті жабуын өтініп тұрмыз. Bring me the book. Маған кітапты әкеп берші.
біз мұнда тыңдаушы да біліп тұр, сөйлеуші де біліп тұр. Мейлі ол сөйлемді қазір бірінші рет қолданып, бірінші рет айтып жатырмыз, бірақ тыңдаушы біліп тұр. Дәл сол кітап, алдындағы айтқан кітап. Сол үшін де the қолданады. Және үшінші қолданысы әлемдегі жалғыз заттарды атағанда. Мысалы, the earth, жер, планетасы жалғыз. The sun, күн, the moon. Ондай сөздердің тізімдері өте көп. Сонымен қатар күшейтпелі сын есімдерді атаған кезде ең, мысалы ең күшті the best, ең үлкен the biggest, ең қауіпті the most dangerous, ең нашар the worst. Яғни күшейтпелі сын есімдердің алдында. Тағы бір қолданысы реттік сан есімдердің алдында. Бірінші the first, екінші the second, the third, the fourth, the fifth, тағысын тағы. Артикльдерді қай кезде мүлде қолданбаймыз? Осы туралы сөйлесейік. Артикльдерді қолданбаймыз, егер жалпылама бір зат туралы айтатын болсақ. Белгілі бір зат туралы емес, жалпылама. Мысалы, dogs are clever animals. Иттер өте ақылды жануарлар. Біз жалпылама иттер туралы айтып отырмыз. Егер the dogs of our neighbors are very dangerous. Біздің көршіміздің иттері өте қауіпті. Яғни дәл сол иттер туралы айтып отырмыз. Жалпылама иттер емес, нақты сол иттер. Flowers are beautiful. Гүлдер әдемі. Бірақ the flowers in my garden are beautiful. Менің бақшамдағы гүлдер әдемі. Менің бақшамдағы гүлдер арнайы нақты бір гүлдер, белгілі. Онда the қоямыз. Бірақ жалпылама гүлдер туралы айтатын болсақ, ешқандай артикль қолданылмайды. Дәл сол сияқты адамдарды айтқанда да. Girls are pretty. Қыздар сүйкімді. The girls in our group are pretty. Біздің топтағы қыздар әдемі. Арнайы адамдар тобы туралы айтып отырмыз, белгілі. Ал жалпылама қыздар туралы айтқанда girls. Мұнда артикль керек емес. Сонымен бұл күрделіректеу тақырыпты бүгін сіздермен меңгердік деп ойлаймын. Видео пайдалы болса, каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліңіздер. Және төмендегі қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңа видеоларды жіберіп алмайтын боласыздар. Келесі кездескенше, бай!